Халықаралық байқау үздік мейіргер 2024. Биыл алғаш рет Тараздағы Жамбыл медициналық жоғарғы колледжінде өтті. Еліміздің түкпір-түкпірі мен шетелден келген жас мейірбикелер өзара бақталасып, тәжірибе алмасты. Аталған байқаудың жүлде қоры қандай, қанша кезеңнен тұрады? Медициналық колледж түлектерінің арасында өткен сайысынан арна тілшісі тарқатады. Байқауға еліміздің барлық облыстарынан келген 28 жас мейіргер және Өзбекстан мен Қырғызстаннан да үміткерлер қатысты. Сондай-ақ аймақтың денсаулық сақтау саласының мамандары төрелік етіп, ең үздігін анықтады. Жамбыл облысының 85 жылдығы мерекесінің аясында біз осы орта буын медицина мамандарын даярлап отырмыз. Солардың үздігін таңдайық деп, жалпы бүкіл республикамызбен бірге көршілес жатқан Қырғызстан және Өзбекстан мемлекеттерінен де бітіруші түлектерді шақырдық. Бүгінгі конкурсымыз солардың еңбек жолына бір беретін батамыз сияқты бір қадам қалып тұр. Тағы да өздерінің білім орнынан алған теориялық білімдерін, одан кейін тәжірибелік дағдыларын көрсетуге тағы да бір мүмкіндік туғызып отырмыз. Тартысты бәсеке 4 кезең бойынша өтті. Алғашқы кезеңде тест сұрақтары арқылы сынға түссе, екінші кезеңде өз туған жері мен таңдаған мамандықтарын таныстырды. Үшінші сайыс тәжірибе аумағы деп аталып, білгендерін ортаға салып, қатысушылар тәжірибе алмасты. Төртінші кезеңде түрлі ситуациялық есептерді шешті. Приехали из Кыргызской республики. Біз Қырғыз республикасынан келдік және ынтымақтастығымызды өте жоғары бағалаймыз. Ал осы олимпиадаға келгеніміздің өзі жарқын мысал. Бұл олимпиада бізге жетілдіру, одан әрі дамыту, студенттерімізді ынталандыру үшін қажет. Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде біздің колледждер арасындағы байланыс одан әрі берік болмақ. Байқаудың жүлде қоры 800 мың теңгені құрап, сенім кәсіподағы демеушілік көрсетіпті. Ал қорытындыға сәйкес бас жүлдені Түркістан облысының тумасы жеңіп, үздік мейіргер 2024 атанды. Бірінші орынды Қызылорда және Қостанай, екінші орынды Астана мен Қарағанды қаласынан келген қатысушылар иеленсе, үшінші орынға Талдықорған, Атырау және Балқаш қаласының мейіргерлері жайғасты. 2024 ең үздік мейіргер байқауының бас жүлдесін алдым. Осындай үлкен сайысты ең жоғарғы деңгейде өткізген Жамбыл жоғары медицина колледжіне алғысымды білдіремін және Талас қаласының әкімдігіне алғысымды айтамын. Жалпы бұл сайысқа бас жүлдені алуыма себепкер болған менің барша Түркістан жоғары медицина колледжінің мұғалімдеріне, ұжымына ерекше алғысымды білдіремін. Қазір неонатолог мамандар кем, сондықтан педиатрия мамандығын жалғастырып, үздік маман атанғым келеді. Одан бөлек барлық қатысушылар мен қонақтарға сыйлықтар мен алғыс хаттар табысталды. Айта кетейік, қазіргі таңда Жамбыл жоғары медициналық колледжінде 3,5 мыңға жуық білімгер 5 мамандық 7 біліктілік бойынша білім алады. Ал биыл 800-ге жуық түлек түлеп ұшады. Жансая Жамбулатқызы, Ғалымжан Есенбаев, Айқын ақпарат.